Бәріңе сәлем, бүгін YouTube не хабарда көп жаңалық жоқ. Өткен аптаның жаңалықтары. Али кезетті 1 миллион, Мистер Прикольчиктің альбомы дайын, Авадикус балалы болып жатыр және тағы да басқа ұсақ-түйек жаңалықтар. Ендеше лайкыңды баса бер. Достар, біздің қолымыздан келді. Рахмет, миллион достар, миллион. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Бұйырса жаңа мықты контенттер болады достар. Күтіңіздер, смело достар. Өткен аптада Али Кезет 1 миллион жазылушыға жетті. Али Кезетті 1 миллионмен құттықтаймыз. Енді қазақ ютубында миллионнан асқан 2 арна болды. Мистер Прикольчик осы айдың 20-сы күні Достарым деген өзінің альбомының тағы бір әні шығатынын айтқан болатын, бірақ та қандай да бір мәселелермен ол әні шықпай қалды. Және соның кесірінен альбомның шығуы да кешікті. Міне сол әннің үзіндісін тыңдаңдар. Достармен бірге мұңаймаймын ешқашан. Пирожки, муза, пепси, 1 литр лимонад, сухарик, чипсы, эй. Соның барлығын далада айза жеп жүрдік, эх достар. Сосын осы видеоны түсіріп жатқан кезде ютубтан осындай реклама көріп қалдым. Ахметбек Нұрсилда ютубтың өзінен реклама алады екен. Авадикус екінші балалы болды, екінші ұлының атын Мадияр деп қойды. Мадиярдың Бауберг болсын. ННН, Колобок және Али Official бұрынғы Қызық Таймс, қазіргі Қызық Лайфқа барды. Ол выпуск қашан шығатынын білмеймін, келесі аптада деп ойлап отырмын. Ең танымал блогерлер Қызық Лайф бағдарламасында ННН, Колобок және Али Official. Басқалар бізге мейлі, не десе де бәрібір мейлі. Өткен апта жаңалықтар осы, білемін жаңалық аз болды, бірақ оған мен қатысым жоқ. Тағы да басқа қазақ ютуберлерінің аттарын жазып кетіңдер астыға, олардың да жаңалықтарын іздеп зерттейтін боламын. Арнаға қолдау көрсетіп лайк басуды ұмытпа және арнаға тіркел.